Барлығына сәлем, сізбен бірге Кинолайф арнасы. Бүгін біз 2013 жылғы Түлек атты керемет экшн фильм сюжетін талдайтын боламыз. Сеул, солтүстік Корея шпиондары Ли Йон Хо үкіметінде жұмыс істейтін шағын аспанада отырады. Асхана иесінің аты Хван Чон Сок. Йон Хо енді маңызды миссиясын аяқтап үйге оралмақшы. Кейін оны полиция қоршап, шпионның өзінің әріптестерін айтуды талап қойып айқайлайды. Ер адам қаруға қолын созғандай бастағанда, оның мерген бірден атып тастайды. Шпионның қалған балалары Мён Хун және Хиин сатқынның отбасы ретінде солтүстік Корея түрмесіне тасталады. Полковник Сан Чхоль Мин Хумға өзінің қарындасымен бірге бостандыққа жетудің жалғыз жолын ұсынады. Әкесінің жолын жалғастырып шпион болу екенін айтады. 2 жылдан кейін Сеулда солтүстік Кореялық агент 35 бөлімнен шыққан лақабаты Үлкен Аю 8 бөлімнің барлық шпиондарын жояды. 19 жастағы Мин Хун оңтүстік Кореяға Кан Дэ Хо есімімен еніп, билікке өзін босқын ретінде қабылдайды. Оның бүкіл отбасы қайтыс болған. Жігітті солтүстік Корея шпиондары отбасы күтіп асырап алады. Дэ Хо асырап алушы ата-анасына 8 бөлімнің арнайы шпион екенін мойындайды. Әкесі жігітке олардың іске араласпауын талап етті. Дэ Хо өзінің жалған оқушы ретінде жергілікті мектепке қабылданды. Жігіт алғашқы оқу күнінде сыныптастарымен танысады және Ле Хиин деген оқушы қызбен қасына отырады. Бұл есім оның қарындасының есіміне ұқсас. Үзілісте бұзақылар балаларға жақындап, оларды әдеттегідей қорқытады. Алайда Дэ Хо оларға назар аудармай өзім сенімді ұстайды. Бұзақылар жігітті шатырда күтіп, оны ұрып-соғып ақшасын ұрлайды. Дэ Хо өзіне назар көтермеу үшін қарсылық танытпады. Алайда бұзақылар отбасының суретін шығарған кезде жігіт оны алып, одан алшақ жүргенін ескертеді. Осы уақытта мұғалім келіп барлығын қуып шығады. Ал Үлкен Аю есімді шпион 8 бөлімшенің агенттерін жоюды жалғастыруда. Үйде жігіт ұялы телефон пакетін алады. Оған полковник қоңырау шалып, Үлкен Аю есімді шпионды өлтіруді бұйырады. Кондитерлік дүкенде Дэ Хо тортты қабылдап, оның ішіне жасалған мылтықты алды. Жігіт спортзалға кіріп, оның дене шынықтырушысына жабылады. Мұғалім 35 бөлімнен шыққан шпион екен. Дэ Хо ер адамды ұрып-соғып, Үлкен Аю шпион туралы мағлұмат беруді талап етті. Жаттықтырушы қарсылық танытып, Дэ Хо амалсыздан оны өлтірді. Дэ Хо мектепке оралғанда сыныптастары Хиинға қағаздар лақтырып, оны мазақ еткенін байқайды. Жігіт қызға жақындап, үнсіз оған музыкалық сыныптағы барлық қағаздарды жинауға көмектеседі. Дэ Хо қарындасымен бірге фортепианода ойнаған есіне алады. Кейінірек Хиин кабинетке кіріп билеуді үйренеді. Сыныптастары бұны да байқап, күліп қайтадан мазақ етті. Дэ Хо мұны естиді, бірақ ештеңе істей алмайды. Жігіт қасапшы болып жұмыс істейтін 35 бөлімшесінің келесі агентіне жөнелді. Мылтықтың тұмсығымен ер адам қағазға Үлкен Аюдың өмірін жазады. Күтпеген жерден ол күрекпен жігітке шабуыл жасайды, бірақ Дэ Хо оны жеңіп өлтірді. Жігіт Үлкен Аюдың көлігін тауып, оны күтіп мотоциклмен қуады. Дэ Хо көліктің шинасына тиісіп өтеді. Айналасында көп куәгерлер жиналғаннан көзге көрінбей кетіп қалды. Келесі күні мектепте Дэ Хо бұзақыларын Хиин кабинетінің жанындағы зертханаға жұлқылап апарғанын көрді. Бұзақылар қыздың барлық ақшасын алып, киімін жыртып тастайды. Дэ Хо бөлмеге кіріп, барлық бұзақылардың тас талқанын шығарады. Ай, напугал. Ну что, приемыш, есть на что посмотреть? Ах ты ж черт! Кейін өзінің пиджагын Хиинға берді. Келесі күні қыз бір себептермен мектепке келмейді. Дэ Хо асханадан қалған бұзақыларды оңай тауып, олардан Хииннің қайда жұмыс істейтінін білді. Алайда олар қыздың жаңа ғана жұмыстан шыққанын айтады. Ақырында жігіт Хиинмен кездесіп төлеген қайтарады. Қыз шашын бояп қысқа алдырған екен. Ол Дэ Хо жаңа жұмысқа орналасу үшін ағасы болып баруын сұрайды. Жігіт қуана келіседі. Хиин ата-анасы қайтыс болған екен, және ол қазір өз-өзін қамтамасыз ету үшін жұмыс істеу керек деп бөліседі. Жігіт сыныптасын түсініп, осындай жағдай екен өзі тап болған. Оқушылар күні бойы бірге өткізіп жақындасады. Үлкен Аю шпионы Дэ Хоны сыртынан танып үйіне келеді және асырап алған ата-анасын өлтірді. Ол сейфтен зергерлік бұйымдарды, орасан зор ақшаны алып, оны басқа агентке береді. Көп ұзамай Дэ Хо үйге оралды. Ол өлтірілген ата-анасының мәйіттерін көріп, залда оны Үлкен Аю күтіп отыр екен. Ер адам оқушыны менсінбей жабылады, бірақ қарсыластардың күші тең болып шықты. Олар ең күшті соққылармен алмасып, бір-бірін бөлмеде лақтырады. Үлкен Аю шпионы пышақты жұлып алады, бірақ Дэ Хо оны алып, жауды бірнеше рет өз қаруымен теседі. Ақыры Үлкен Аю шпионы мерт болды. Жігіт газды ашып, мәйіттерді өртеп, дәлелдерді жою үшін үйді жарып жібереді. Дэ Хо миссияны аяқтағаннан кейін үйге оралғысы келді. Ол фильмнің басында көрсетілген асханаға барып, онда ол шайқасталған жарақаттарынан бірден есінен танып қалады. Келесі күні оңтүстік Кореяның арнайы агенті Ча Чон Мин мен оның серіктесі өртенген үйді зерттейді. Олар Дэ Хоның киімінен мектептің тас белгі табады. Агенттер асырап алған отбасының солтүстік Кореяға $30 миллион өтпек болғанын, 8 және 35
бөлімшелер арасындағы соғыс, ал бастысы Дехоның шынайы тұлғасы туралы білді. Чон Сук есімді аспазшы жігітке аяғынан тұруға көмектеседі. Ол аспазшыға отбасының суретін көрсеткенде, оның шпион әкесін бірден таниды. Дехоға ұялы телефон қайтадан жеткізеді. Полковник шпионға соңғы тапсырманы орындау керек екенін айтады. Асырап алушылардың сейфінен ұрланған ақша мен зергерлік бұйымдарды қайтару керек. Осыдан кейін ол өз қарындасымен бірге жіберуге уәде берді. Жігіт қашып кетуді ойламау үшін оған суреттер жібереді. Алмасу жерін кейінде белгілейді. Дехо ескі ғимаратқа кіріп, бүкіл қарсыластарын көзін жойып, чемоданды алып кетеді. Дехо Чен Сукқа сыйлық сатып алады және оған көмектескені үшін алғысын айтты. Кешке Хейинға келіп, қызды енді ешқашан көрмейтінін түсінді. Қайық тасушы Дехоны жеткізгеннен кейін кенеттен пышақты жұлып алып, Дехоға жарақаттайды. Ер адам Солтүстік Кореяның бірде-бір агенті үйге тірідей оралмайтынын айтты. Дехо шпионды жеңіп өлтіреді. Оңтүстік Корея агенттері 8-ші бөлімдегі барлық шпиондарды тауып тұтқындап алады. Дехо асханаға оралуға бел буады және Чен Сукты полиция қызметкерін атып өлтіргенін көреді. Жігіт Хейиннің үйіне келді. Қыз жолдасын өзіне кіргізіп, жарасын байлайды. Теледидарда Дехо қауіпті Солтүстік Корея шпион ретінде іздеуде деп хабарлайды. Жігіт қызды қауіптілікке түспес үшін кеткісі келеді. Бірақ қыз Дехо қалуын сұрайды, өйткені ол оған көп көмектескен. Кейін азық-түлік дүкеніне барғанда, оның мектепте екеуінің бірге көп уақыт өткізген туралы хабарланған Чонмин қарсы алып, Дехо қайда екенін сұрастырады. Қыз ер адамға жігітті көптен бері көрмеген деп өтірік айтады. Чонмин егер қашқын хабарласса, онымен хабарласуды сұрайды. Полковник Мун Оңтүстік Кореяға зергерлік бұйымдарды алып, Дехоны қарындасын бірге өлтіру үшін келді. Өйткені Дехо жау жағына өтті деп ойлайды. Полковник Дехоға қоңырау шалып, қарындасын алмазға айырбастау үшін кездесуді ұсынады. Кейін есіктің сыртында бүкіл әңгімені естиді. Жігіт кетер алдында қызға хат қалдырады. Егер ол қайтыс болса, қарындасына қамқорлық жасап қарауын сұрайды. Кейін дос үшін алаңдайды. Ақырында Чонминге қоңырау шалып, оған шындықты айтып береді. Дехо полковникпен автотұрақта кездесті, ал тұтқындалған қарындасы көлік ішінде отыр екен. Жігіт сөмкеден гауһар тастарын шығарады. Оны көздеген мерген ол Корея шпионы өлтіреді. Атыс басталады. Дехо өз қарындасын көлікпен алып кетуге тырысады, бірақ спецназ олардың жолын жауып тастайды. Полиция қызды ұстайды, ал ағасы полковникпен қашып құтылады. Агент жауап алуға апарған Хейинді допрос алып кетеді. Полковник Дехоға қоңырау шалады. Егер ол гауһар тастарды бермесе, жолдас қызын өлтіремін деп қорқытады. Жігіт Чонминге қоңырау шалып, осы істі аяқтаған кезде билікке берілетінін айтады. Дехо өзінің дауысын көптен бері естімеген қарындасымен сөйлесуді сұрайды. Жігіт жалғыз қалған жақынын көру екіталай екенін түсініп жылайды. Алмасу орнына келген Дехо адресті Чонминге хабарлайды. Ішінде қарындасын амандығына көз жеткізген Дехо гауһар тастарды ауаға лақтырып, шпиондарды бірінен соң бірін атып тастайды. Алайда оның өзі иық пен жамбастан жарақат алып оқ тиеді. Агенттер жұпты қоршап алғанда, Дехо рюкзакты жарылғыш заттар мен газ баллонына лақтырады. Жігіт қашар алдында агент оны ұстап алды. Тірі қалған агент оны тұншықтыра бастайды. Қыз сыртқа жүгіріп шығып келген Чонминмен кездеседі. Полковник көтеріліп Дехоны атып тастайды, бірақ ол өзін жаудың денесімен жауып үлгереді. Жігіт полковникті атып тастайды, бірақ ішінде оқ тиеді. Чонмин Дехоны өз көлігіне отырғызады. Ол жерде жылап жатқан сыныптасын қолында өледі. Кейін жігіттің өтінішін орындайды, аман қалған қарындасын алып кетеді. Келесі кадрда саябақта бірге серуендеп Дехоны еске алған көреміз. Егер сізге ролик ұнаса, лайк басып, өз ойыңызды комментария қалдырыңыз. Назарыңызға рахмет.